Саламатсыздарбы әріптестер және де студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз интегральный этиканың қысқа қашықтықта жүру. Қысқа қашықтықта жүргенде колодканы дұрыс пайдалану, төменгі сөреден шығу. Қазір ең алдыменен колодканы қалай қою екенін көрсетеміз. Колодканы қоймас бұрын біз аяғымыздың серпілетін аяғымызды таңдап алуымыз керек. Ең алдымен бізге колодкаға тұрмас бұрын серпілетін аяғымызды таңдауымыз керек. Оны біз қалай таңдаймыз? Мысалға тұрған бойымызда алға қарай құлаймыз, алға қарай құлаған кезде аяққа тірелеміз, аяқ бізде серпілетін болады. Қазір міне енді біз колодканы қалай қоюымыз керек, соны көрсетеміз. Міне жүгіру жолағының ортасына қоямыз. Ортасына қойғаннан кейін қозғалмайды екен, соны тексереміз. Енді әрі қарай колодканы біз таңдаймыз. Серпілетін аяққа қоямыз. 2,5 табанға қоямыз. 2,5 келесі жақта жерде бұл бізде 1,5 табан болады. Табанға қойдық. Енді ары қарай осы колодкаға қазір қалай отыруымыз керек, соны көрсетеміз. Енді ары қарай біз осы колодкаға қалай отырамыз, соны таңдаймыз. Колодкаға отырған кезде біз сразу колодканың үстіне шығып алмаймыз. Бұл бізде қателік жағдай болып есептелінеді. Алдымен қолымызды алға созып, аяқты тірейміз. Ең бірінші аяқты тіреген бойда аяғымызды қойып аламыз. Келесі, менің қазіргі мына отырған жағдайым бұл қате болып есептелінеді. Себебі бізде күштің барлығы аяққа түсіпті. Ал мен кішкене алға қарай еңкеюім керек. Осы қалыпта тұрамыз. Қолымызды берілген сызық бойына қойдық. Сызық бойында енді дайындалу командасы берілген кезде көтерілеміз, жүгіріп старттан шығамыз. Бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз төменгі сөреде тұру, төменгі сөреде колодканы дұрыс қойылу және төменгі сөреден шығу тәсілдерін көрсеттік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.